қазір сіздермен осы күшік копилканы құйып көрсететін боламын. Бізге керекті құрал жабдықтарымыз қалып, пришивка, және де бір ғана стекло қажет болады. Бізге стекло қажет, су қажет болады, және де одноразовый стаканымыз қажет болады, және де осындай таяқшаларымыз, гипсіміз қажет болады. Ал ендеше мен сіздерге жасап көрсетейін. Бізге ешқандай өлшеудің қажеті жоқ. Осындай стаканымызға біз гипсімізді аламыз. Қараңыздар, қасықты толтырып алып тұрмын. Бір қасық, екіншісін аламыз, екі қасық аламыз. Міне көріп тұрсыздар. Енді осыған су құямын. Көз мөлшермен құясыздар, қанша су құямын деп не қылмаңыздар. Көз мөлшермен құясыздар, осылай араластырып көресіздер. Міне тура видеода мұқият қарасаңыздар көрінеді. Міне қараңыздар, смес кішкене биос сияқты болады да, қатты сұйық емес, қатты қою емес. Міне мен уже қолым жаттығып қалғаннан кейін менде уже смес сразу дайын болды, көріп тұрсыздар ма? Міне енді қатты сұйық болса, қатты қою болса, сіздер гипс қосып жібересіздер. Қою болып қалса, су құйып жібересіздер. Міне қараңыздар, стаканымызға құйды, қалыбымызға құйдық. Міне көріп тұрсыздар ма? Енді осылайын айналдырамыз. Бір ескерте кететін жайт, қалып сіздерде новый болса, баста жұқпайды. Кішкене біраз айналдырасыздар. Міне қараңыздар, осылайын қолдарыңызға перчатка киіп алыңыздар. Аллергиясы бар адамдарға аллергия тудыруы мүмкін енді. Бірақ енді таза экологичный гипс қой, бұл тазартылған гипс түрі ғой. Міне қараңыздар, осылайынан айналдырасыздар қалыпты. Ішінде гипсті осылайынан жақсылап айналдырасыздар. Міне қараңыздар, менде бәрі бір тегіс, бір слой болып шықты. Көріңіздер, мына шеттеріне тегізіп жіберіңіздер, тимей қалса, міне осылайынан тегізіп жібересіздер. Менде барлығы туп-тура болды. Енді мен бұны мына жерге қойып қоямын. Енді тағы да екінші слой, біз мынаған 3 слой жасаймыз. Үлкен қалыптар аю дегендерге 4 слой жасаймыз. Орташа болғаннан кейін бізге 3 слой қарайды. Тағы да 2 қасық гипс салатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да міне толтырдым. Қараңыздар, мынау бізде екінші слой. Екінші слойға су құямыз. Қою болса, су құйып жібересіздер, сұйық болса, гипс қосып жібересіздер. Мынау бізде екінші слой. Қараңыздар жақсылап. Мынау бізде қараңыздар, сұйық болып кетті. Сұйық болғаннан кейін кішкене гипс қосып жібересіздер. Араластырып, қалыбымызға құямыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қолдарыңыз үйреніп кетеді. Просто қолдарыңызға перчатка киіп алуларыңызды сұраймын. Қараңыздар. Мынау жаңағы кепкен жоқ, әлі үстіне құя бересіздер. Бізде екінші слой. Екінші слойда тоже осылайынан айналдырасыздар. Мінекей, жақсылап айналдырасыздар. Негізі, мынандай мен видео түсіргеннен кейін осындай қағаз қолданып тұрмын. Сіздер бұндай қағаз емес, кәдімгі клеенка қолданыңыздар. Клеенканың бетінен андай аққан гипстерді алып тастау оңай болады. Осылайынан екінші слой барлық жеріне тегізіп айналдырып шығасыздар. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмау керек. Ақса аға берсін, ештеңе қылмайды. Қараңыздар, осылайынан айналдырып шығасыздар. Мен сіздерге барынша жалпақша тілде түсіндіріп жатырмын. Осылайынан полный барлық шетіне айналдырып шығасыздар. Бұның ішінің қуыс болуы осы айналдыруында. Қараңыздар, осылайынан айналдырып шығасыздар. Міне. Осылай айналдырып шығасыздар. Мынау бізде екінші слой, қазір біз үшінші слой жасайтын боламыз. Міне. Қараңыздар, мынау бізде екінші слой. Тағы да қойып қоямыз. Енді мен видео түсіріп жатқаннан кейін кішкене мынау не қылып жатыр, ыңғайсыздық тудырып жатыр маған. Енді бізде тағы екінші слойды жасайтын, үшінші слойды жасайтын боламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Қасықты толтырып аласыз, бір қасық.
қасықты толтырып аласыз, 2 қасық. Енді осыны жақсылап айналдырамыз. Және де бұл бізде 3-ші слой. Қараңыздар. Су кішкене тағы да көбірек болып кетті. Су көбірек болып кетсе, гипс қосып жібересіздер. Болды. Бір қап гипстен 45-50 штук шығады жалпы. Қараңыздар, арасында сынып қалатындар болады, дұрыс жасалмай қалатындар болады. Соған расчеттап жасайсыздар. Міне. Бізде 3-ші слой, міне дайын болды. Смесіміз біздің 3-ші слойды құятын боламыз. Міне көріп тұрсыздар, ішінде осылайынан айналдырасыздар 3-ші слой. Бізде қазір дайын болады, уже түбін төңкеретін боламыз. Осылайынан жақсылап, міне бүйтіп қолыңызбен ұстап тұрып, алып келіп, мінекей осылайынан жақсылап жасайсыздар. Бір жері жұқа болып қалмасын, жақсылап айналдырып тегізіңіздер, барлық шетіне айналдырып тегізіңіздер. Қалыптан шешіп жатқанда анау сынып қалды, мынау сынып қалды дейді. Ол сынып қалу себебі бір жері жұқа болып қалғандықтан. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалса, гипс копилкамыз сынып қалады. Мінекей осылайынан айналдырасыздар. Бұл бізде 3-ші слой. Күшікке бізге 3 слой жетеді. Түбімен төңкереміз. Аю, тағы да доп дегендерге 4 слойдан құясыздар. Біздің неміз 3-ші слойымыз дайын болды. Енді ескере кететін жайт, мынау шеттерінің бәрі білінді ғой. Осында стеклоның көмегімен шеттерін тазалап аласыздар. Төңкерген кезде, чтобы астын ағып кетпес үшін осылайынан астын тазалап, енді астыңғы бөлігін құятын боламыз. Және де қараңыздар, осыған тағы да 2 қасық құямыз. Осылайынан құямыз, су құйып жібереміз. Астын сұйық қылмаңыздар, сұйық құсаңыздар ағып кетеді. Кішкене қоюлау қылып төңкереміз астын. Бізде дайын болды. Міне сразу алып, сразу құйып төңкеріп жібереміз. Қараңыз, ішіне құйдым. Қойғаннан кейін стеклоны қоясыздарды, осылайынан төңкеріп жібересіздер. Міне. Енді мынау стаканымыздың, мынау қараңыздан төңкердік. Астына бүйтіп қарайсыздар ғой. Қараған кезде қай жеріне тиісті, тимеді, соны бүйтіп қозғалып жібересіздер. Мынаған ішіне ауа кіріп кетпесін. Ауа кірсе дұрыс шықпай қалады. Осылайынан бір 20 минутқа қойып қоясыздар. 20 минуттан кейін шешем. Достар, қараңыздар, міне біздің осыны биік ыдысқа төңкердім. Енді астын жайлап шешіп аламыз. Қараңыздар, астын шешіп аласыздар бірінші. Одан кейін осындай пришивкаларын шешіп аласыздар. Жақсылап, одан кейін барып біз жатқызатын болса жатқызасыздар. Шетінен шешілетін болғаннан кейін шетінен шешіп аласыздар. Осылай жаймендеп, міне қараңыздар. Осылайынан шетінен шешіп аласыздар. Мына шеттерін кесіп тазалайсыздар ғой. Осылайынан шетінен шешіп аласыздар. Және де осылайынан екі шетін басқан кезде мынау ауа кіреді. Ауа кіргеннен кейін барып жайлап қалпымызды жатқызып шешіп аламыз. Мінекей қараңыздар, біздің күшігіміз дайын болды. Мына шеттерін қолдарыңызбен тазалап тастайсыздар. Болмаса канцелярский ножға жүгінесіздер, сонымен тазаласаңыздар болады. Мінекей біздің күшігіміз, күшік копилкамыз дайын болды. Балаларға ойнауға. Енді бұны жаңағындай паровойға қойып кептіресіздер. Бір күнде паровойға қойсаңыздар кебеді, жақсы тұрса. Бөлме температурасында 2 күнде кебеді. Тезірек кептіру үшін шо паровойға қойып, батарейкаға қойғандарыңыз дұрыс. Мінекей біздің күшік копилкамыз дайын болды. Қараңыздар, арқасын осы қалыптан шешкеннен кейін сразу узор қойып тесіп тастайсыздар. Оны тесу сабағы болады, сол кезде көрсететін боламын. Мінекей біздің бірінші күшік копилкамыз дайын.